Саламатсыздар ма? Бүгінгі тақырыбымыз 37-ші параграф алгебралық бөлшектер деп аталады. Ең бірінші алгебралық бөлшектер деген қандай бөлшектерді атаймыз, соған қарайық. Алгебралық бөлшек дегеніміз, яғни атында тұрғандай, ол алымыда, бөліміде бар, және алымы мен бөлімінде көп мүшелерден тұратын бөлшектерді біз алгебралық бөлшектер деп атаймыз. Яғни дәл осындай бөлшектерді, көп мүшелері бар алым мен бөлімде бөлшектерді. Енді осы бөлшек үшін айнымалының мәндері берілген. Осы айнымалының мәндеріндегі өрнектің мәнін тап дейді. 3 болғандағы, x 1 болғандағы, 2-ден 1 болғандағы. Бұны біз бұрында осындай есептер кездескенде мәнін тікелей айнымалының орнына қойып есептей беретінбіз. Себебі бұл өзі ықшам өрнек, одан ары қарай ықшамды алынбайды. Сондықтан қойып есептеп көрейік. X тең 3 болған кездегі осы өрнектің мәні неше болады? Онда бар орнына қояйық. 3-тен 2 көбейту 3 азайту 1. 6-дан 1-ді азайтамыз 5. Яғни бұл өрнектің мәні 3-тен 5 немесе 1,3-тен 2 болып қалады екен. Тағы сол сияқты, егер x-іміз 1 болғанда, өрнектің мәні неге тең болады? Онда 1-ден 2 көбейту 1 азайту 1 тең 1-ден 1, бұл дегеніміз 1. Ары қарай x тең 2-ден 1 болған кездегі мәні. Онда 1 бөлу 2-ні x-тің орнына қойып шығамыз. 2-ден 1, азайту 1 бар. Сол кезде мына 2 мен 2 қысқарып кетеді. Сонымен қалады астында 2-ден 1, үстінде. 2 мен 2 1 қалды, 1-ден 1-ді азайсақ үсті 0. 0-ді бөлеміз 2-ден 1-ге деген сөз. Ол 0. Яғни x-тің осы берілген мәндерінде өрнектің мәні бар екен бәрінде. Ал мәні жоқ болып қалатын жағдай бар ма деген сұрақтар болады ғой, мен сөзіме қарай. Я болады. Себебі бұл өрнекте кез келген жағдайда мәні бола бермейді. Себебі бұл бөлшек өрнек, бөлімі бізде x, яғни бөлгіш бізде 0-ге тең болса, осы өрнектің мәні жоқ болушы еді. Сондықтан осы жерде айнымалының қабылдай алмайтын мәні осы өрнекті мағынасыз етеді. Яғни мүмкін мәндер, x-тің барлық мүмкін мәндері осы өрнектің мағынасы бар, барлық мүмкін мәндер. Тек қана қай жағдайда? Тек қана x тең болмау керек 0-ге. X 0-ге тең болған жағдайда осы өрнектің мағынасы болмайды. Осы жағдайды қарастырып отыратын боламыз келесі есептерде. Енді екінші есепке қарастырайық. Екінші есепте 3 алгебралық бөлшек берілген. Осы 3 алгебралық бөлшектің айнымалысының мүмкін мәндерін тап дейді. Ондай болса, айнымалының мүмкін мәндері деген не? Ол осы бөлшекті мағыналы ететін айнымалының қабылдайтын мәндерін айтады. Сонымен мүмкін мәндерін табамыз. Яғни айнымал бізде x-тер ғой. X-тердің қандай мәндерді қабылдағанда x-тер осы өрнектің мағынасы болады деген сөз. Онда біз керісінше қандай мән қабылдағанда өрнектің мағынасы болмауы мүмкін. Сол жағын қарастырамыз. Бізде көріп тұрғанымыздай жай бөлшек деген сөз, яғни алымы бізде бөлінгіш, бөлімі бөлгіш. Бөлімі біз санды ешқашанда 0-ге бөле алмаймыз. 0-ге бөлген жағдайда мағынасы болмайды. Сол сияқты бізде бөлім ешқашан 0-ге тең болмау керек. Осы жерді қарастырамыз. Сонымен мен есептің берілгенін көшірмей қояйын. Бірінші есептейікті есептей берейік. Бөлімін алам. X азайту 3 тең болу керек 0-ге деп 0-ге теңестіріп алып, арға есеп шығарайық. Онда x-іміз тең 0. Ал x минус 3-іміз де тең 0. Біріншісі өзі дайын тұр, ал екіншісін теңге шешейік. X тең 3. Сонымен енді жауап жазған кезде негізінде мен тең болмау керек дедім, бірақ тең деп арға есептер шығардым. Бізге мүмкін мәндерін алу керек болып тұр ғой. Сонымен осы екі жағдайда егер 0 болып қалса және x немесе 3 болып қалса, осы өрнектің мағынасы болмайды. Онда біз жауап жазған кезде 0 мен 3-тен басқа шешімдерді аламыз. Сонымен 0 мен 3-тен басқа минус шексіздіктен келе жатамыз да 0-ге дейін. Және 0-ден 3-ке дейін.
және 3-тен плюс жетістікке дейін осы есептің мүмкін мәндер жиыны болады. Немесе мүмкін мәндерін тап десе, x-іміз тең емес 0-ге және x-іміз тең емес 3-ке деп те жазуға болады. Екі шешімде осылай. Екеуі бір мағына. Енді келесі екінші есепті көрейік. Екінші есептіңде бөліміне қараймыз. Екінші есеп. Бөлімде не бар, соны жазып алайық. b квадрат қосу 7 бар. Осыны 0-ге теңестіру керекпіз ғой, арға теңдеуші үшін. Бірақ осы есепте кішкене талдау керек болады. Себебі бізде b-ны квадраттап тұрады. Квадрат дәреже кез келген санды оң санға айналдырады. Теріс сан қойсақ та b-ның орнына, оң сан қойсақ та, 0 қойсақ та, 0 қойсақ 0 шығады. Ал бірақ плюс 7-сі бар. 7 0-ге тең емес сан. Ал оң сан қойсаң, онысы да одан үлкен оң сан шығады. Ал теріс сан қойсақ, ол квадрат оны оң санға айландырады да, бәрібір осы шешімнен бізде оң сан шығады. Яғни мынау өрнек бізде 0-ден үлкен, ешқашан 0-ге тең болмайды екен. Ондай болса, бөлімі 0-ге тең болмаса, бұл өрнектің мағынасы әр қашанда бар, яғни айнымалының орнына кез келген санды бере береді екенбіз. Сонымен бұл есептің шешімі мүмкін мәндер, айнымалының мүмкін мәндері барлық нақты сандар. R деген барлық нақты сандар. Бүкіл нақты санды қоя берсек те, осы өрнектің мәні бар болады. Келесі үшінші есеп. Осы үшінші есепте қосылғыш түрінде берілген екі қосылғыштыр. Біз есепте ешқашан түрлендірмейміз мүмкін мәндерін тапқан кезінде. Біз осы тұрған орыннан оның бөлімдерін аламыз. Бөлім екеу. Біріншісінің бөлімі y тең 0 дейміз. Және, бұл жерде немесе емес, және жүреді. Және екіншісінің бөлімінде не бар, соны аламыз. Y азайту 3-тір. Тең 0. Екеуінде 0-ге теңестіріп арға теңдеулер шешеміз. Біріншісі y тең 0, шешудің қажеті жоқ. Екіншісі y тең 3 болады. Сонымен есептің шешімі, осы есептің мүмкін мәндері жауабы 0 мен 3-тен басқа сандардың бәрін қабылдай береді. 0-ді қойсақ мағына жоқ, 3-ті қойсақ мағына жоқ болады деген сөз. 0 мен 3-тен басқа сандар. Сонымен мүмкін мәндері минус шексіздіктен бастап 0-ге дейін және 0-ден 3-ге дейін, ал 3-тен плюс шексіздікке дейін сандардың бәрі. Немесе осы жауапты біз y тең емес 0-ге, y-іміз тең емес 3-ге деп те алуымызға болады мүмкін мәндер жиыны. Осылай таба аламыз.